Иә, өлең жырында айтқандай, әркімнің туған жері қара шаңырағы өзіне ыстық. Онда өткен күндеріміз, балалық кездеріміз еске түседі. Осы тақырыпта қаншама жазушыларымыз қалам тартып толғамады десеңші. Солардың бірі жазушы Төлен Әбдік. Ол өзінің қонақтар әңгімесінде Ерғабыл қарттың өзі өсіп-өнген үйдің түтінін жалғыз ұлдың ұстап қалатынын әңгімесіне арқау еткен. Бұл әңгіменің сіздер үшін айтар ойы зор, маңызы үлкен. Сондықтан мен сіздерді осы әңгіменің желісімен таныстырып өтейін. Курорттан қайтып бара жатқан сапарында жолай үйге соқпақ болған балаларын күтіп, Ерғабыл қарт түн ортасы ауғанда жатса да, күн шықпай оянды. Ей кемпір, шақшам қайда? Байғұс-ау, қайдалайсың да жүретіп кетсің. Асым сынып өлейін деп жүрмін, мазалай бермеш. Ай, бала, біз бір жақта. Мына қумаладан сүйегімізді табар бір күні. Осы қара түбектің басында жұмақ тұрғандай екелі қия баспайсың. Бүгін келсін, қал жалғыз өзің қумалып. Туып өскен елімді, жерімді қарайған малды тастап қайда бармақсың? Сен шал алжыған шығарсың. Екі бие сенен басыңа көктас қоя ма? Әйтеуір сен кері тартасында отырасың. Ал сенің қасыңда қалды. Сені бақытты. Осынша оқып, колхоздың жұмысын істемек пе? Мейлі бағы алды. Ғылым қуды. Абай айтқан емес пе? Жасымда ғылым бар деп ескермедім деп. Сол айтқандай біз құр қалған қалпымызды қалай берейік? Балаларға тыйым салмайық. Бос сөйлеме. Ие болса мына қу шаңыраққа. Мына менің жолымды қусын. Ерғабыл қарт үндеместен таяғына сүйеніп сыртқа шығып, бағанағы кемпірдің сөзін есіне түсіріп, тағы да ойға батты. Ей кемпір, азды көпті ғұмырымның ішінде талай бақтан айырылып, талай баққа қолым жетті. Дүние бірде алтын берсе, бірде артын береді. Бірақ әкем көрген, әкемнің әкесін көрген, қара орнынан айырылып көргенім жоқ. Ертеректе Бек темір әулеті тегіз осы араны қыстайтын. Бір бақи жан жақтан қарап көрген емес. Бір шаңырақта тәтті өмір сүріп еді. Ауыл жігіттеріне қосылып, жылқы бағатын еді. Тентек-ау, сен де адам болып жылқыны бағатын болдың-ау деп күлетін қаншайым жеңгесем. Ажарлы еді. Опа не жылға. Әлі есімде, қыз келіншектердің көзінше Алтыбақан сыртынан келіп үстіне жеңеше әнін талай рет салған едім. Айдап салдым жылқымдай, тепсем жерге жеңеше-ау, сенде адам табылмас, ексем жерге жеңеше-ай. Иә, одан бері талай аласапыран жыл өтті. Олар сыр бойына көшіп кеткен, содан оралған жоқ. Қайран қаншайым тіремеді бұл күнде. Сапаршаны неге кешікті екен? Кеш емес пе еді келем дегені?
сен шал осы жөніңді айтшы дұрыстап. Осы келгенде Жеңістайды алып қаламыз ба, әлде еріп кетеміз бе? Менің бөлейін деп отырғаным мынау. Шай қайнатып беруге деді, шамам келетін емес. Кемпір шығып кетті, шал шалқасынан жатып, тағы да ойға батты. Қара арғымақ арса, қарға адым жер мың болар. Тәңіріңнің құдіреті күштау. Енді міне тіршіліктегі ырыздық несібенің тасылуы да тақады. Тұяқсыз пенде емеспіз. Әйтеуір артымызда бір жаман бар. Жылда қолдарына шақырады. Ақмақ кемпір өлі шақта тұрмыс қылып, тентіреп жүре алмаспын. Ағайын жұрт, өз еліңде елді табамын деп отырсың ба? Басқа жақтан, айдалаға қаладан. Бұл дүниенің бұлай тез өтерін кім білген? Заманымызда біз де шалқыдық, сайрандап бақтық. Шіркін, баяғының кісілерін ай. Осы күнгінің адамдарына ұсақтап кетті ғой. Атты казактар адамдарды атып, ауылды тонап, жылқы алып келіп жатқанда, ауыл адамдарын жинап, қол бастап едік ау. Енді еске сүргеннен не пайда? Тек осы жерден дән түзім бітсе, ата-баба қабірі тұсынан бір уыс топырақ берса, қалғанын бір Құдайға тапсырып, ризашылық білдірем. Жатып көзі ілініп кетті. Ерғабыл қарт машинаның гүрілінен оянды. Балаша тәлтіректей көтеріліп, қапсағай сары жігітті, одан соң шашын қидарған ажарлы келіншекті маңдайынан сүйді. Әлгі жаман қайда? Әй Жеңіс, бар, атаңа бар деді. Шал өзіне зорға келген немересін бауырына басып, ой тентең, атаны сағынбайсың-ау деп, үлкен ақ орамалының шетімен көзін сүртті. Өзі қазақша білетін бе еді? Ептеп түсінеді. Көп ұзамай ауыл қонақтары да жиналып қалды. Ерғабыл қарт сыртқа шығып, бір қойын сойды. Үйге кірсе, баласы Сапабек шетелдерде болғанын, олардың мәдениетін, адамдарын мақтап отыр екен. Қайдам деп, Ерғабыл қарт, осы бір тастардың соңында кеттің ғой, өзіңмен өзің болып деп, баласының көсіліп сөйлегенін ұнамады. Тамақтан соң қонақтардың бәрі тарқап, үй іші өздерімен өздері қалды. Тағы бір қонып кетесіңдер ма деді. Ертең жүреміз, отпускымыз бітті. Ертеңгісін Сапабек қайтуға жиналды. Әке шешесіне алған базарлықтарын, біраз жинаған ақшаларын қалдырды. Осының бәрі келіндеріңіздің сіздерге деп жинап жүргені деді де, ал енді мына немерең бір түйір қазақша білмейді. Бұл арада орыс мектебі жоқ. Бұны қалай оқытасыңдар деді. Тастап кетпейме екен? Екеуден екеуміз қашанға отырамыз? Ол балаға неге ренжисің? Ауылда орыс мектебі жоқ қой енді. Қайтсын? Онда өзімен бірге алып кетсін, оқытсын, өз сияқты қаңғыбас қылсын. Жеңіс пен Томаны машинаға отырғызып, әке шешелермен қоштасып жүріп кетті. Өзің ағасың сенің, жылама! Немеремді алып қалып, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп, қазақи тәрбие береді деген үмітім ақталмады. Өздеріңіз тыңдап көріп отырғандай, бұл әңгіменің толықтай түйіні қара шаңырақтың түтінін әрі қарай жалғасқанын қалайтын қарттың және оқып, білім іздеп, қалаға кетіп, ғылым жолын қуған ұлының арасындағы шытырман оқиға осылай аяқталады. Ендеше осы әңгіменің желісін құрметті оқырмандар, сіздердің пікірлеріңізді біле отырып талқылайық. Кімді қолдар едіңіздер? Пікірлеріңізді ортаға салыңыздар.